Басырақты таптаза үйітіп, әдемілеп жуып, қазанымызды асып, астына отымызды қалап, бірінші іш майымызды жадыратып салып, басты сирақтарды бірден қалап, құйрық майды 3 жапырақ қылып бөліп, ішіне саламыздағы. Үстіне маринаттаған етімізді салып, оның үстіне ішекті салып, қарынмен жауып, бұқтырып қоямыз. Астына сіріңкені шақ еткізіп шағып, лап еткізіп оты жағып, қазанымыздың қайнауын күтеміз. Бетін ашып қарасам, мен бір нәрсені ұмытқан сияқтымын. Үйден жарым шөміш суды алып шығып, үстінен құйып жібердім. Сіздер құймай қойсаңыздар да болады. Бұның өзінің сорпасы өзіне жетеді негізі. Мен асты күймес үшін аздап су қостым. Қамырымызды әдемілеп илеп, қолмен әдемі қылып отырып жұп-жұқа қылып жаямыздағы. Қараған кезде столдың гүлі көрінетіндей қылып отырып жұқа қылып жаямыз. Аралықта сәбізімізбен картопымызды аршып, үлкен бөліктерге бөліп қоямыз. Мен негізінен картопым мен сәбізімді аз қостым. Үйдегі адамдар аз болғандықтан сіздер көбірек қоса берсеңіздер болады. Жұқалап жайған қамырымызды арасына май жаға отырып, 4 бөліктерге бөліп, етіміздің үстіне бірден жауып шығамыз. Астына отты аз салып, баяу отта қазанымыздың бетін жауып, қамырымыз пысқанша бұқтырып қоямыз. Осылайша сірнеміз дайын болады. Неге қараңыздар, бастың өзі қандай керемет пысқан, Еттері үгіліп, сүйектері балқып, керемет болып пісіп шықты. Сіздер де сынап көріңіздер, жасап көріңіздер. Етті асып, күнде жегеннен жалыққан кезіңізде бір уақыт сірне жасап жесеңіз қандай керемет. Ұнаса маған лайк басып, қолдап кетіңіздер. Мінекей біз тамағымызды жеп, рақаттанып, әңгімемізді айтып отырмыз.